Өгей ана. Елі перзентін өмірге келу үшін перзентханаға кіріп кетті. Бала аман есен туылды. Анасы науқастанып өмірден өтті. Елінен айырылып перзенті анасыз қалғанына қатты қайғырды. Баласын өзі бағып өсіре алмайтынын білген кейіпкесіне апарып берді. Өзі 7 айдан кейін басқа елге үйленді. Жаңа елінен бірінен кейін бірі 2 ұл қыз перзенттер туылды. Арадан 3 жыл өтіп кесіне берген ұлын отбасына алып келді. Екінші анасы өз балдарына жақсы қарап, ал жетім балаға жаман көзбен қарап, мейірім көрсетпей, айқайлап бір сөзінде түрткілеп күн бермей, тамақты бөлек ішкізетін, дастарханда бірге отыруына мүмкіндік бермейтін. Бір күні кешке төркіннен қонақтар келді. Дастарханда түрлі тағамдар, жемістер бар еді. Жетім бала жегісі келіп қолын созғаны сол еді. Өгей шешесі қолына ұрып жіберді де, тарелкаға кішкене күріш салып балконға шығарды. Балаға қатты ұрысып сол жерде қозғалмай отыр, қонақтар кеткесін шығасың, дауысың шықпасын деді де ішке кіріп кетті. Бейкүнә бала ішке кірсе, өгей анасы ұрсатынын біліп сол жерде жылап отырып ұйықтап кетті. Қонақтар кетті. Ел өз балдарын бөлмелеріне ұйықтатуға алып кірді. Күйеуі кеш болғанда жұмыстан келді. Балаларын сұрады. Ел, бірі ұйықтап қалды деді. Ел жетім баланы балконға шығарып жібергенін ұмытты. Тамақтанып болған ке ұйқыға кетті. Түсінде бірінші елін көрді. Ол, ұлыңыздан хабар алыңыз, деді. Оянып кетіп елінен сұрады. Ел, айттым ғой сізге, ұйықтап жатыр деді. Сеніп тағы ұйқыға кетті. Бірінші елі тағы түсіне кіріп, ұлыңыздан хабар алыңыз, деді. Шошып оянды. Елінен тағы сұрады. Елі ашуланып, оф-оф, не болды сонша уайымдап? Айттым ғой ұйықтап жатыр, қатты еркелетіп жібердіңіз, сол ұлыңызды, деді. Тағы ұйқыға кетті. Бірінші елі түсіне кірді де. Болды ұлым, жалғызым менің қасыма келді деді. Секіріп оянып ұлының бөлмесіне кірді. Ол жоқ еді. Басқа бөлмелерді қарап шықты. Ол еш қайда жоқ еді. Балконның есігін ашып қарады. Қараса ұлы бүкшейіп жатқан екен, жылыну үшін басын тізелерінің арасына қойған, қатты ұйқыға кеткен, жаны үзілген екен. Ол суыққа шыдай алмаған еді. Қасында тарелкеде кішкене жеген күріші тұр. Ол енді өгей анадан қорлық көрмейтін, жыламайтын, зұлымдар жоқ жаққа мәңгілікке аттанып кеткен еді. Соңы